وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، алдымен бүкіл мақтау, бүкіл мадақтар әлемдердің Раббысы Аллах Тағалаға лайық. Және де Аллах Тағаланың сансыз, шексіз нығметтері үшін Аллах Тағалаға көптеп шүкір, рахмет айтуымыз керекпіз. Аллах Тағала Құранда айтады: «Уазаккир фа инна зикра танфаул муъминин». Ескерт, расында ескерту мүміндерге пайда береді дейді. Жалпы барлығымыз ескертуге мұқтажбыз. Құрметті ғалым Шейх ибн Таймийя рахимахулла айтқан сияқты, жалпы адам баласына қарайтын болсақ, адам баласының жаратылысына қарайтын болсақ дейді, «Хулиқал инсану залуман жахула». Адам баласы өте қатты залым және де өте қатты надан қылып жаратылды дейді. Яғни осындай Аллах Тағала Құранда адамдарды сипаттағанда айтады, адам баласы өте қатты залым және де өте қатты надан дейді. Вал аслу фихи адамул илм. Және де адам баласының егер жаратылған жалпы болмысына қарайтын болсақ, адам баласы надан болып келеді. Туылғанда надан болып туылады. Яғни білімсіз болып туылады. Вал-мейлу иля ма яхва. Және де адам баласы сондай өзінің нәпсі қалаған нәрсеге әрдайым соған бейімделіп, соған бұрылып тұрады дейді. وَيَحْتَاجُ دَائِمًا إِلَى عِلْمٍ مُفَصَّلٍ يَزُولُ بِهِ جَهْلُهُ. Адам баласы әрдайым сол өзінің надандығын кетіретін білімге бәрін түсіндіріп, тұқа терісін айтып тұратын білімге қатты мұқтаж адам баласы. وَيَحْتَاجُ إِلَى الْعَدْلِ فِي التَّرْكِ وَفِي الْفِعْلِ وَالْوَفَاءِ بِالْحُقُوقِ. Және де адам баласы біреуге бір нәрсені берген кезде, біреудің ақыларын берген кезде, бір істерді жасаған кезде әрдайым әділеттілікке, әділ болуға ол мұқтаж дейді. Егер адам баласы білім үйренбесе, білім алмаса, және де әділ болмаса, сөзсіз нәпсі қалағанын істейді. Сол үшін мұсылман адамда бұзық адамдар жасап жатқан нәрсені егер Аллахтан қорықпаса, жасай беруші еді. Егер Аллахтан қорықпаса, жасай беруші еді. Бірақ Аллахтан қорыққандықтан сол бұзықтар жасап жатқан жамандықтардан бас тартады. Сол үшін ғалымдар айтады, жер бетіне қарайтын болсақ, біз егер жер бетіндегі болған қайғылар, қасіреттер, ұрыс-керістер, соның себебі ол адамдар бір-бірінің ақыларын білмеуде және де бір-бірлеріне сол ақыларын бермеуде. Кез келген адамның өзі бір беру керек болған, біреудің алдында беру керек болған, міндет болған адам бір міндеттемелері бар, яғни ақылары бар. Ол әке-шешесіне, немесе көршісіне, немесе ағайын туысқанына, немесе тіпті кәпірлерге де болсын, кім болса да соларға беру керек болған, яғни солардың алдында оның міндеттемелері бар. Қалай да соны орындау керек. Яғни қаласаң істе, қаламасаң істеме деген ол жерде таңдау берілмеген бізде. Альхамдулилля. Ислам
сол ақылардың барлығын толықтай беруге адам баласына міндеттеді. Сол үшін ақысын беру, адамдардың ақысын беру ол міндет. Ал оны бермеу ол зұлымдық болады. Әке шешенің алдындағы ақылары бар. Мысалы, ол мысал жай, оларға жұмсақ болып сөйлеу, оларға дауыс көтермеу деген сияқты. Ал балаңа мысалы дауыс көтеру мүмкінсің себеппен. Бірақ әке шешеге көтеру ол зұлымдық болады. Дауыс көтеру немесе қол көтеру деген сияқты. Дәл сол сияқты көшедегі кетіп бара жатқан адамға да сол. Ол зұлымдық болады. Көшедегі болып жатқан жаңағы шариғаты қайшы немесе күнәларды көріп қолмен қайтарам деп барып, мысалы оны тоқтату ол біздің жұмысымыз емес. Сол үшін адам баласы жалпы оның жалпы табиғаты сондай. Табиғаты егер оны үйретпесе, табиғаты сондай қатты залым болып келеді. Қатты надан болып келеді. Оны үйрету керек. Баланы кішкентай кезінен үйрету керек. Ешкімге зұлымдық қылуға болмайды. Ақыларын беру керек. Мұсылман адам сол, альхамдулилля. Кішкентай кезінен соны біліп өсу керек. Сол үшін жалпы ғалымдардың кеңесі осы ақыларды үйрету. Біріншіден өзі үйрену керек. Және де өзінің балдарына үйрету керек. Егер оны үйретпесең, ол білмейді оны ешқашан. Ол жаңағы туа салысымен солай бәрін үйреніп кету, соны біліп алу ол мүмкін емес ол. Аллах тағала Құранда айтады, Бақара сүресінің Құрандағы жалпы ең ұзын аят бұл 282 аятта Аллах тағала айтады: "Валя тасаму ан тактубуху сагиран ау кабиран иля аджали". Жалпы адамдардың арасында мәміле, ол сауда-саттық мәмілесі бар. Сол аятта Аллах тағала айтады, сендер жалпы осы араларындағы кішкентай болсын, үлкен болсын, бір мәселелер бар. Соның барлығын жазудан ұялмаңдар дейді сендер. Тоқтамаңдар. Яғни бір болады ғой, мынаны жазамыз ба, оны жазбай қойсақ та болады ғой деген сияқты. Сендер одан ұялмаңдар дейді Аллах тағала. Соны Ибн Кафир рахимахулла осының тәпсірінде айтады: "Валя тасаму", яғни сендер, яғни оның мағынасы ұялмаңдар. Яғни сол ақыларды жазуға. Қалилан ау кафиран, ол кішкентай болсын, азғантай бір нәрсе болсын, үлкен нәрсе болсын. Лимада, неге? Өйткені солай ертең тартыс, мынау былай болған еді, мынау былай болмаған еді деген нәрсе сөз болмайды да сонда. Сол үшін ұялады. Басында, яғни бір өзін бір андай қылып көрсету мүмкін. Ештеңе етпейді деген сияқты қылып. Бірақ сосын ренжіп жүреді. Жылдар бойы. Ол өмір бақи соған ренжіп өтуі мүмкін сол нәрсеге. Сол үшін Абдурахман ас-Саади айтады, жаңағы осы аятқа қарайтын болсақ дейді біз, Аллах тағала бізге нені үйретіп жатыр? Аля иршадил бари ибадаху фи муамалатихим иля хифзи хукукихим бит-туруқин нафиа дейді тәфсирінде. Аллах тағала осы аятта қарайтын болсақ, бізді неге үйретіп жатыр? Құлдарын дейді, өздерінің араларында өздерінің ақыларын сақтау үшін сол қалай сақталатын жолды үйретіп жатыр. Қалай сақталу керек болған жолдарды үйретіп жатыр Аллах тағала бізге. Сол үшін Аллах тағала құдси хадисте айтып отыр: "Я ибади, инни харрамту зульма аля нафси ва жаалтуху байнакум мухарраман фала тазаламу". Ей менің құлдарым, мен өз-өзіме зұлымдықты харам еттім дейді Аллах тағала. Мен өз-өзіме зұлымдықты харам еттім. Және де сендердің де араларыңда сол зұлымдықты харам қылдым дейді. Енді бір-бірлеріңе зұлымдық қылмаңдар дейді. Сол үшін біздің шариғатта мынау ақыны бермеу, яғни зұлымдық қылу, тіпті ол кәпірлерге болса да болмайды. Ол жаман нәрсе. Тіпті ол кәпір болса да. Қазір өте
күніне, яғни бұрын мысалы 2-3 күнде бір сұрақ болатын болса, қазір күніне бірнеше сұрақ келеді. Бірнеше сұрақ. Мынау менің ақымды жеп жатыр дейді мысалы. Күйеуі айтады, әйелім ақымды жеп жатыр. Әйел айтады, күйеуім ақымды жеп жатыр. Жұмысшы, басшым ақымды жеп жатыр, басшы. Қарасаң, білмейтін адамдар ма деп сұрасаң, білетін сияқты дейді. Осы нәрселерді ескертулерді естіп жүрген адам сияқты дейді. Тіпті жұмысшыға қатысты. Ол мен берем, ертең берем деп болмайды. Сол үшін пайғамбар ассалам Ибн Мажа шығарған хадисте «А'тул аджира аджраху». Сендер дейді, жаңағы жұмысшының оның жалақысын, яғни оның жасаған еңбегін qabla an yajifa irquhu, тіпті жаңа маңдайындағы терісі, үстіндегі терісі кеуіп қалмай тұрып беріңдер дейді пайғамбар ассалам. Яғни оның ақысы ол. Мен қазір берем, ертең берем, 2-3 күннен кейін берем деп қалдырады, сосын ол шайтан азғыр жері мүмкін, сосын ол айлап, жылдап сол жұмысшының еңбегін бермей қалуы мүмкін. Сол үшін пайғамбар ассалам айтып жатыр, тіпті дейді, жаңа жұмысшының ақысын жаңа терісі кеуіп қалмай тұрған кезде оның ақысын беріңдер дейді, құтылыңдар дейді оның ақысынан. Неге? Өйткені ертең қияметте болатын есеп қисап ол оңай нәрсе емес. Ғалымдар айтады, ертең ақыретте ең бірінші сұралатын нәрсе Аллахтың ақысы. Сенің Раббың кім? Дінің қандай? Елші кім? Деген сұрақтар сұралады. Және де ақылардың ішінде сол адамдардың арасында болған қан үшін жауап береміз дейді біз. Адамдардың арасындағы сұрақтар, адамдардың арасындағы ақыларға Аллах Тағала оны жай тастамайды. Оған Аллах Тағала оған жайдан жай оны тастап қоя салмайды дейді оны. Неге? Өйткені ол адамдардың арасында болған ақыларды. Сосын Аллах Тағала кешірмейтін күнәлар бар. Аллах Тағала оны ешқашан кешірмейді. Ол Аллахқа серік қосу, күпірлік мысалы. Және де Аллах Тағала кешіретін күнәлар бар. Ол мысалға ширктен басқа күнәлар. Адам анда қарап қояды, мында қарап қояды, мынаны істеп қояды дегендей бір күнәлар. Енді адамдардың арасында болған нәрсе. Тіпті ол кәпір болса да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр, кімде-кім мән қатала муахадан, кімде-кім арамызда келісімі бар кәпірді өлтіретін болса дейді, ол жәннаттың иісін де сезбейді дейді. Міне, осы біздің ислам, осы біздің дініміз. Тіпті кәпірге болса да оның ақысын беру керек. Оның ақысы бар. Кіріспеден кейін жалпы құрметті ғалым Мұхаммад ибн Салих әл-Усаймин, Аллах ол кісіні рахмет етсін, сол кісінің кітабын бастаймыз. Бұл кісі үлкен ғұламалардан, альхамдулилля, өте дана, өте білімді ғалымдардың бірі. Біраз ғалымдар ол кісіден сабақ алған. Оның ұстазы Абдурахман ас-Саади рахимахулла, Аллах ол кісіне рахмет етсін. Жалпы Абдурахман ас-Саадидің ең жақын, ең жақсы көретін бір шәкірттерінің бірі болған. Бұл тәпсир жазған Абдурахман ас-Саади рахимахулла. Сол кісіде біраз сабақ алған кісі, шейх Мұхаммад ибн Салих әл-Усаймин рахимахулла. Айтады, «Хукукун даат илайха л-фитрату ва қарраратха ш-шариа» дейді. Кітаптың атауы жалпы адамның фитрасы, яғни жаратылған табиғи сондай болмысы талап еткен, және де оны шариғат бекіткен құқықтар дейді. Шариғат бекіткен құқықтар. Сол үшін бізде шариғат бекіткен құқықтар бар. Ол қияметке шейін өзгермейді, оны ешкім өзгертіп тастай алмайды. Мысалы, күйеу әйелін қамтамасыз ету керек. Енді біреу келіп бір заң шықты, олай емес, енді ол өзгеретін болды деп, оны ешкім өзгерте алмайды. Болды, ол солай қияметке шейін қалады.
Әке шеше балаға бағыну керек. Біреу келіп айтпайды, енді болды ол керісінше болатын болды. Енді сен оның алдында жүруің керексің, оған бағыну керексің деп ешкім оны өзгертіп жібере алмайды ол ақыларды. Ол қияметке шейін солай қалатын, өзгермейтін ақылар. Сол үшін шариғат құптаған ақылар деп жатыр. Шариғат бекітіп құптап қойған ақылар. Мына жерде келесі айтылатын ақылар, яғни 10 ақы, ол ойдан табылған нәрсе емес бұл. Бұның барлығына Құран мен сүннеттен дәлелдері бар деген сөз. Баракаллаху фикум. Айтады шейх кітабын бастап: Иннал хамдалиллахи нахмадуху ва настаинуху ва настагфиру ва натубу илейхи ва наъудhu биллахи мин шурури анфусина ва мин саййаати а'малина. Айтады, расында барлық мақтау Аллахқа тән. Біз Аллах тағаланы мақтаймыз. Нахмадуху ва настаинуху, және де Аллахтан жәрдем сұраймыз. Ва настагфируху, және де Аллахтан кешірім сұраймыз. Ва натубу илейхи, және де Аллахқа тәубе етеміз. Ва наъудhu биллахи мин шурури анфусина ва мин саййаати а'малина. Және де біздің нәпсіміздің жамандығынан, және де амалдарымыздың жамандықтарынан Аллах тағаладан сақтасыншы деп біз Аллахтан пана сұраймыз. Май яхдихиллаху фала мудилля лах ва май юдлил фала хадия лах. Кімді Аллах тағала тура жолға салған болса, оны ешкім адастыра алмайды, және де кімді Аллах тағала адастырған болса, оны ешкім тура жолға сала алмайды. Ва ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах. Және де Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты ешбір тәңір жоқ деп, ол жалғыз, оның ешқандай серігі жоқ. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху расулуху саллаллаху алейхи ва аля алихи ва асхабихи ва ман табиахум би ихсанин ва саллама таслима. Және де Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам, оның құлы, елшісі деп куәлік беремін. Және де Аллах тағаланың оған салауаты мен сәлемі болсын. Және де оның сахабаларына, және оның жанұяларына, және де оның артынан шынайы ергендерге Аллах тағаланың салауаты мен сәлемі болсын дейді. Әмма ба'д. Және де фаинна мин махасини шариатиллахи та'ала. Біздің шариғатымыздың, Аллах тағаланың шариғатының бір сондай бір көркем бір ерекшеліктерінің бірі мураатул адл. Яғни ол әділдікті жүзеге асыру, әділдікті сақтау, әділді болу. Ва и'тау кулли зи хаққин хаққаху мин ғайри ғулуин ва ла тақсир. Біздің шариғаттың сондай бір көркем ерекшеліктерінің бірі, жақсылықтарының бірі, бұл әрбір жаңағы құқық иесіне біздің алдымызда біз оларға беруіміз керек болған құқық иесіне өз құқығын беру. Қалай беру? Мин ғайри ғулу, тым шеттен шығып кетпейтін деңгейде, және де уәля тақсир, және де тым кемсітіп жібермейтін деңгейде. Сол үшін кейбіреулері, мысалы, кейбір елдерде, кейбір жерлерде, кейбір қалаларда сондай бар. Мысалы, әке шешеге құрмет деген нәрсе, ол қалайда оның алдында барып сәжде ету деп ойлайды мысалы. Жоқ, ол дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Немесе ғалымдарға, ұстаздарға деген құрмет дейді, ол алдында барып сәжде ету деп ойлауы мүмкін. Сондай бір жерлер бар, сондай бір қауымдар бар. Жоқ. Сол үшін ол әрбір ақы берілу керек, адамдарға ақыларын беру керек дейді. Бұл шариғаттың сондай бір өте бір көркем бір ерекшелігі, және де ол асырып жібермеу керек, және де кемсітіп жібермеу керек. Фақада амараллаху бил адл вал ихсан ва итаи зил қурба. Аллах тағала әділ болуға бұйырды, және де ихсан, жақсылық қылуға бұйырды, және де туысқандарға жақсылық қылуға бұйырды. Яғни оларға мал мүлікпен. Осы жерде бір айырмашылық, бұл жерде шейх айтып жатқан жоқ. Аллах тағала айтқан кезде ва итаи зил қурба деп айтты дейді. Яғни ғалымдар тәпсирде айтады, яғни ағайын туысқа мал мүлікпен көмектесу, бір жаңа хадияларды, бір сыйлықтарды беру арқылы жақсылық қылыңдар деп айтты дейді осы жерде.
وبالعدل بعثت الرسل. Осы әділдікті бұйырумен, әділ болумен пайғамбарлар жіберілді дейді. Әділ болуға олар бұйырған екен, пайғамбарлардың барлығы. Уа унзилатил кутуб, және де әділ болуға, әділдікке шақыру үшін кітаптар түсірілді дейді. Уа қамат умуру дуния вал ахира. Солай олардың дүние мен ақырет істерінің барлығы осы әділдік, яғни кітаптармен, түсірілген кітаптармен және жіберілген елшілер себепті олардың дүние істерінің барлығы жақсарды деп отыр. Әділдік деген не енді? Иътау кулли зи хаққин хаққаху. Әділдік дегеніміз әрбір біздің алдымызда, яғни құқығы бар, құқық иесіне, оған біздің алдымызда ақты болған, біз оларға беру керек болған кейбір міндеттер, соларды беру. وَتَنْزِيلُ كُلِّ ذِي مَنْزِلَةٍ مَنْزِلَتَهُ дейді. Әділдік деген әрбір адамды өз орнына қою. Яғни сен өзің мысалы әке-шешеңе, балаңа сөйлегенде сөйлеуге болмайды. Немесе өзіңнің әйеліңмен сөйлесу керек болған нәрсені, жақсы мәмілені, қайда жоқ бір әйелдерге сен сол мәмілені бересің мысалы. Ол дұрыс емес, ол зұлымдық болады. Дәл сол сияқты күйеуге бір беру керек болған мәмілені қайда жоқ бір еркектерге мысалға беру, ол зұлымдық болады, ол үлкен күнә болады. Дәл сол сияқты осы жерде де сол. Әрбір адамды өзінің орнына қойып сөйлеу. ولا يتم ذلك إلا بمعرفة الحقوق حتى تعطى أهلها дейді. Сол әділ болу қалай жүзеге асады? Ол құқықтарды үйрену арқылы. Қандай құқығы бар? Қандай мен міндеттемелерім бар? Мен мысалы сіз мысалы бір жерге оқуға түсіп отқан кезде, жұмысқа кіріп отқан кезде сіздің орындау керек болған нәрселер бар. Ол таңертең мысалы 9-да келесіз, 6-да кетесіз деген сияқты. Өзіңіз қалаған уақытта келіп, қалаған уақытта кете беретін нәрсе емес бұл. Дәл сол сияқты дінде де сол. Әрбір адамның өзінің міндеттемелері бар. Әке-шешесінің алдында, бала-шағасының алдында. Баланы мысалға туғына себеп жасайды да, оны бірақ асырамауы мүмкін. Қашып жүретін мысалы өзінің туған балдарынан. Ол үлкен зұлымдық бұл. Алла сақтасын. Тіпті ғалымдардың бірі айтады, тіпті малдар істемейтін нәрсені қазір адамдар істейтін болған дейді. Тіпті малдардың өздері тастап қоймайды, өзінің балдарына келген кезде қатты жаны ашиды, ешкімді жолатпайды, мысалға балдарына. Ал әділдік деген сол, ақыларды беру деген сол. Яғни оларды туына, дүниеге келуіне себепші болып ары қарай тастап қоймау керек. Яғни оның барлығы айтылады ертең, иншалла, олардың да ақылары бар біздің алдымызда. Субханалла. және де ومن ثم حررنا هذه الكلمة في بيان المهم من تلك الحقوق дейді. Сол себепті осы кітапты дейді, осы еңбекті дейді, осы бір болатын бір насихатты сол жаңағы айтылатын ақылардың жаңағы ең маңызды жақтарының барлығын түсіндіру үшін біз осы еңбекті жаздық деп отыр. Шейх ибн Утаймин айтады. Адамдарға сол пайда болу үшін. Солар сол яғни маңызды нәрсе екендігін түсіндіру үшін жаздық деп отыр. لِيَقُومَ الْعَبْدُ بِمَا عَلِمَ مِنْهَا بِقَدْرِ الْمُسْتَطَاعِ. Не үшін? Мақсат құл осыны үйреніп, шамасы келгенше осыларды орындау үшін. وَيَتَلَخَّصُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي. Егер біз осы ақыларға қарайтын болсақ, қысқаша айтып шықсам дейді, яғни сосын барып дұрыстап түсіндіріп шығады соның барлығын. Біріншіден, хукукулла, Аллах тағаланың ақылары бар. Яғни біз соны беруіміз керек, біз қалайда Аллах тағалаға. Ол бірінші.
Екінші, хукуку наби саллаллаху алейхи уассалам. Сүйікті пайғамбарымыздың ақылары бар, оған беруіміз керек біз қалайда. Соны орындауымыз керек біз. Үшінші, хукукул валидейн. Ата-ананың құқығы бар. Оған да әке шешенің ақылары бар. Біз оларға беруіміз керек біз. Сол үшін бізге ол жақсылық қылды ма, қылған жоқ па, ол үшін біз оларға жақсылық қылуымыз керекпіз деген нәрсе жоқ шариғатта. Ол үшін емес. Олар ең үлкен бір жақсылығы бізге жасаған осы біздің осы дүниеге келуімізге себепшілер олар. Болды. Ары қарай олар бізге тамақты алып берді ма, алып берген жоқ па, жақсы киім алып берді ма, алып берген жоқ па, не істесін, істесе де істемесе де біз олардың алдында қарыздарымыз. Олар өлгенше дейін біз оларға жақсылық қылуымыз керекпіз. Төртінші ақы дейді. Хукукул аулад. Балалардың ақылары бар. Сіз осы дүниеге алып келуге себепші болдыңыз, соларға да беру керек болған ақылар бар. Бесінші, хукукул ақариб. Туысқандардың да ақылары бар. Туысқандардың оларға жасау керек болған, оларға беру керек болған ақылары бар. Алтыншы, хукукуз заужайин. Алтыншы, ерлі-зайыптылардың, күйеу мен әйелдің бір-біріне қатысты ақылары бар. Сол үшін бұл кітапта иншалла екі жақтан да қаралады. Оны әрқайсысы білу керек. Және де бір жақтан кемшілік кетіп жатқан болса да, қалай қолдан келгенше оны жүзеге асыру керек, қалай оны дұрыстау керек. Солардың барлығы айтылады иншалла. Және де жетінші, хукукул валад вар раия дейді. Ол басшылар мен бағынушылардың өзара беру керек болған ақылары. Екеуінің де бір-біріне беру керек болған ақылары бар. Ол да осы кітапта иншалла айтылады. Сегізінші, ол хукукул жейран. Ол көршілердің ақысы бар. Сегізінші, көршілердің ақысы бар. Қаншама адам көршілерін білмейді мысалы. Ол дұрыс емес. Оларға қолдан келгенше жақсылық қылу керек. Оларға қолдан келгенше бір сыйлықтар беруге тырысу керек. Егер сіз жақсылық қылатын болсаңыз, оларға альхамдулилля сіз олардың зиянынан алыс боласыз иншалла. Ол жақсылық. Оларға жақсылық қылу, бір хадияларды беру, мысалы, айттарда, немесе одан басқа бір тәттілерді беріп жүрсеңіз болады мысалы. Тоғызыншы, ол хукукул муслимин умуман. Жалпы мұсылмандарға берілетін ақылар бар. Ағайын емес, туысқан емес, балаларыңыз емес, әке-шешеңіз емес, мысалы, басшы емес ол, көрші емес. Бірақ жалпы мұсылмандарға беру керек болған ақылар бар. Олар да айтылады иншалла. Тоғызыншы бұл. Оныншы, хукуку гайрил муслимин. Мұсылман емес адамдардың құқықтары да бар. Оларды да беру керек. هذه هي الحقوق التي نريد أن نتناولها بالبحث على وجه الاختصار дейді. Осы кітапта қысқаша على وجه الاختصار дейді. Осы ақылар турасында жалпы пайдалар болады деп отыр шейх. Бұл бірнеше ақыға иншалла келесі сабақта кіреміз. Аллах тағала естігенді пайдалы етсін. Жалпы кітап өте керемет, өте пайдалы кітап. Аллах тағала баршамызды кешіріп, барлығымызды өзінің сүйікті құлдарына дайындаған жәннатында барлығымызды жинасын. Расында Аллах тағала естуші дұғаларға жауап беруші. Және де бір пайда, ол Шейх Убайд аль-Джабири рахимахулла айтады. Қазір осындай фитналар көбейген уақытта, фитналар жеңілдетілген уақытта білім талап ететін адамдар расында әулиелер дейді. Аллахтың әулиелері деп біз оларды сенеміз дейді. Альхамдулилля, бұл өте жақсы. Адам осындай фитналар көбейген, қазір қайда жоқ бір нәрселерді қарап отыратын мысалы мүмкіндік бар да. Бірақ альхамдулилля осылай сабақ тыңдап жатқан болса, бауырлар, қарындастар,
ол өте жақсы белгі. Осы жолда Аллах тағала баршамызды берік қылсын. Барлығымызға ықылас берсін Аллах тағала. Аллаху алям, субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.